райондашлар, ауылдашлар, бүгін біздің музейда зор бәйрем. Музей ашылуға 30 ел толды. Нәқ 10 июнь күнінде 1992 жылда біздің музей ашылды Сарасадыкова бағышлап. Ең бірінші музей біздің көршідегі клуб бинасының бір бөлмесінде ашылды. Бұл бөлмеде қысан болу себеплі Сарасадыкованың толуына 100 ел толуы айынан 2006 жылдың 15 декабрінде айрым бина ашылды. Bu bina açılуға дайында 15 жыл вақыт өтіп кетті. Міне шушы музейні ашуда біздің бик көп қызмет кірткен кішілердің бірі Ғисмәтон Ринат абый. Міне онаға бик зор рахмет етесім келе, қызғаншылыққа шол бүгін біздің қатынаша алмай. Онан соң музейнің бірінші мәдері экспонатларына жиюда бик көп тырышлық көрсетті. Мәрхум орны жәннетте болсын. Ondan соң дебек экспонатларына орнаштыруда өзі біздің апасы туған елінің музейі жетекшісі Нағманов Рәмис абыйның өліші бек те зор. Қызғанышқа қарсы ол да бүгін қатынаша алмай белгілі себептер арқасында. Онаға бек зор рахмет етесім келе, хаман өзінің матур кеңештері білен бізге болушықтыра. Һәм онлары біздің төбейінде музейдағы қыздарымызға бек зор рахмет, әр вақытта оралышып демек, оңлашып ішлейбіз. Һәм біздің структуры подразделение музейлары бар, Шем балықшыда, Шәукет Ғалиев музейінде. Олар білен бірге міне бір жетірақ болып, бірге қату үшмейбіз, бүтін ішлерде де бірге қатнашабыз. Қазір енді біздің мені бейремде қонақларымызда қатнаша. Бейремні ашып жіберу үшін ең бірінші сөзіне өзіміздің район башқарма комитетінің социал мәселелері бойынша орынбасары Гүлсе Наиловнаға беретін келе.